Бүгін мен сіздермен көру ағзасы органан визусты талқылайтын боламын. Бұл органан визус ол бульбус окули, яғни көз алмасынан, көру нерві нервус оптикум және де қосалқы бөлімдерден органан окули аксессористан тұрады. Бұл көз алмасының алдыңғы бөлімі полюс антериор, артқы бөлімі полюс постериор. Ол екеуін қосатын сызықты аксис окули деп аталады, ол шамамен 24 мм-ге тең. Жалпы қарайтын болсақ, бізде көз алмасы 3 қабаттан тұрады. Бірінші фиброздық қабат, сыртқы туника фиброса, ортаңғы туника медиа, ішкі туника интерна болады. Фиброздық қабат бізде жасылмен көрініп тұрған склера және де мөлдір қабықтан тұрады. Мөлдір қабықта ешқандай да қан тамырлар мен лимфалар болмағандықтан ол мөлдір болып тұрады және де склера ақ қабық. Ол екеуі де фиброздық қабыққа жатады және де мөлдір қабық негізінен алдынан және де артынан шекаралық табақшалардан тұрады. Алдыңғы шекаралық және де артқы шекаралық табақша. Алдыңғы шекаралық табақшаны ламина лиминалис антериор және де ламина лиминалис постериор. Жалпы мөлдір қабық пен склераның екеуінің шекарасы люмбус корнея деп аталады. Мөлдір қабықты корнея, люмбус корнея және склераның осы мөлдір қабыққа жақын жерінде веналық синус веносус склера орналасқан. Келесі қабық, склера негізінен ең қалың жері осы көру нервінің шығатын жері болып табылады, ал ең жұқа жері көру нервінің мен түйірілген жері болып табылады. Және экватор маңында ол 0,4-0,3 мм болады, ал ең қалың жерінде ол 1-1,5 мм-ге дейін жетеді. Келесі қабығы ол тамырлы қабық, туника васкулоса деп аталады. Ол 3 бөліктен тұрады. Ол артқы меншікті қабығы, меншікті тамырлы қабығы хореидея деп аталады. Және алдынан цилиарлы дене, одан кейін алдыңғы бөлімі ол нұрлы қабық. Жалпы хореидея меншікті тамырлы қабық, ол макула, яғни сарыдақтан басқа жерлердің барлығында склераның астын толығымен жанап жатады. Негізінен бұл осы хореидея мен склераның арасында кеңістік пайда болады. Перихоинді кеңістік деп атайды, спатиум перихореидея деп аталады. Және де ол хореидея цилиарлы денеге айтарлықтай шекарасыз өтеді. Және онда осы меншікті тамырлы қабықта екі түрлі нелер болады. Қабықтар болады. Оның біріншісі ламина васкулоса, онда ірі тамырлар, веналар мен артериялар жатады, ал екінші ол кіші тамырлардан, ұсақ тамырлар мен капиллярлардан тұратын табақша ламина хориокапилляристен тұрады. Алдыңғы бөлігінде цилиарлы дене орналасқан. Цилиарлы денені корпус цилиарий деп атаймыз, және де ол негізінде 3 бөліктен мускулус цилиарис, мускулус цилиарис және де тәж, кірпікшелі тәж, цилиарлы тәж немесе оны корона цилиарис деп атайды, және де мына суретте анық көрінген окулус цилиаристі байқауымызға болады. Жалпы осы цилиарлы дене ол мускулус цилиарис да цинамдық байламдар болады. Цинамдық байламдар арқылы ленс көз бұршақты ұстап тұрады. Яғни осы мускулус цилиарис артқа қарай тартылған кезде біздің ленс, яғни хрусталигіміз былай ажырайды, ал қайтадан орнына келген кезде цинамдық байламдар салбырап тұрады және де ленс орнына келеді. Яғни узко болады. Келесі осы корона цилиарис, ол негізінен процессус цилиаристерден тұрады және де полисиас цилиаристерден тұрады.
жаңа көрсеткен орбикулис цилиаристерде болады. Келесі ол нұрлы қабық, оны радужка немесе ирис деп атайды. Ирис ол марго популярис ирис арқылы папуляны түзеді. Ол бізде қарашық болып табылады. Және мына жағында, мына бұрыштарында ол марго цилиарис, яғни бұл бұрышы цилиарлы денемен осы нұрлы қабықтың арасындағы бұрыш болып табылады. Негізінде осы біздің нұрлы қабығымыз екі түрлі бұлшықеттерден тұрады. Міне нұрлы қабық ол корона цилиаристер міне көрініп тұр мұнда. Және де ортасында ленске өтетін мынау пупуля, қарашық. Және де осы мына жер анулус ирис минор және де анулус иридис майор болып табылады. Сонымен қатар бізде ол екі түрлі нелерден бұлшықеттерден тұратынын айттым. Олар ең бірінші бұлшықеттері мускулус спринтер пупуля, ол дөңгелек бұлшықеттер болып табылады. Және де ол дөңгелек бұлшықеттер қарашықты узкий қылады, яғни қысады. Ал радиальды бұлшықеттері болса мускулус дилататор пупуля, ол терісінше ол қарашықты үлкейтетін болып табылады. Болды. Енді келесі үшінші қабығымыз, ол бізде мына жерде көруге болады, жасылмен белгіленген. Ол бізде міне ішкі торлы қабаты болып табылады. Торлы қабаты негізінен бізде екі бөліктен тұрады. Ол жарықты көретін қабат және де соқыр қабат деп аталады. Себебі бізде тамырлы қабақта көптеген нелер болады. Жарық қабылдағыштар, яғни сауытшалар мен таяқшалар болады. Ал соқыр бөлімінде онда ештеңе болмайды. Және соқыр бөлімі мен тамырлы торлы бөлігі бізде оросерата арқылы, яғни тістік жиек арқылы бөлінеді. Сонымен қатар негізінде біз осы оросерата арқылы бөлінеді. Торлы қабақтың жарық көретін жеріне қарайтын болсақ, міне оның суреті осы болып табылады. Және де бұл жердегі қабаттарды қарастырайық. Бірінші қабат ол бізде пигментті қабат, стратум пигментум ретине деп аталады. Екінші ол таяқшалар мен сауытшалардан тұратын көру жасушалардың қабаты. Үшінші қабаты ол сыртқы шекаралық қабат, мембрана лиминалис глите экстерна деп аталады. Одан кейінгі төртінші қабаты бізде бұл төртінші қабаты төртінші қабаты бізде дәндесін қабат болып табылады, ішкі дәндесін қабат. Бесінші қабатқа келетін болсақ, бесінші қабат бізде сыртқы торша қабат болып саналады. Оны стратум плексиформе экстернум ретина деп атайды. Алтыншы ол ішкі дәндесін, төртінші сыртқы дәндесін, ал алтыншы ішкі дәндесін қабат. Ішкі дәндесін қабатты стратум гланулосум интернум деп атайды. Келесі жетінші қабатқа келетін болсақ, жетінші қабат бізде ішкі торша қабат болып саналады, және де оны стратум плексиформе интернум деп атаймыз. Одан кейін қабат ганглиоздық көру жасушаларынан тұратын қабат болып табылады. Келесі 9-шы қабат. Бізде бұл жерде нелер шекаралық табақ, 10-шы бізде шекаралық табақша болып табылады, ал 11-шы ол бізде корпус витреум болып табылады, ақ. Корпус витреум. Торлы қабақтың бұл беті. Линзадан түскен жарық осы жарық бөліміне барады, ал мұнда чисто физически бұл жаққа келе алмайды жарық. Келесі, және бұл бұл жерде торлы қабатта бізде дискус нерви орналасқан. Дискус нервидің ортасында экскавитум диски нерви болады. Және де сарыдақ макула болады. Осы сарыдақ негізінен бұл жерде көру нервтері өте көп, өте жарықты қатты қабылдайтын бөлімі болып табылады.
келесі бұл ішкі ядро және де осы мөлдір қабығы. Ішкі ішін осы көз алмасының ішін бізде ішін бізде корпус витриум, яғни шыны тәрізді дене, одан кейін ленс, көзбұршақ, және де нелер аквосум, хюмор аквосус жатады, яғни бұл алдыңғы және де артқы камераны толтырып тұратын сұйықтық болып табылады. Ең бірінші біз шыны тәріздес дене осы контурды қайталап орналасқан қатты дене, ол кілкілдек дене болып табылады, және де осы ленс көзбұршақ орналасатын жерде олда шұңқырша пайда болады. Оны фосса пателларис хипоидеум деп атайды. Келесі бізде көзбұршақ. Көзбұршақ хрусталик. Көзбұршақ негізінен бізде алдыңғы полюстен және артқы полюстен, полюс антериор, полюс постериордан тұрады. Оны бір-бірімен және де екі беті фасиас антериор лентис және де фасиас постериор лентистен тұрады. Ода экваторлық сызық болады, және де көзбұршақтың ішіндегі заттегі субстанция лентис деп аталады, және бізде шеткі беттері ортаңғы бөлігі тығыздау, сыртқы шет-шеті қатты тығыз емес болып келеді, және де көзбұршақтың алдыңғы және де артқы беттері көзбұршақтысымен капсуламен қапталады, капсула лентиспен, және де шет-шетін кортекс лентис қаптап жатады, және де тура ортасында бізде нуклеус ядросы нуклеус лентис орналасқан. Бұлның негізгі қызметі сырттан келген жарықты көру бөліміне өткізу. Және де негізінен ол бізде көз алдыңғы камерадан және де артқы камерадан тұрады. Алдыңғы камера негізде ол мөлдір қабықтың артқы бөлімімен, нұрлы қабықтың алдыңғы бөлімімен шектеледі. Ал артқы камера бізде нұрлы қабықтың артқы бөлімімен, осы линзаның алдыңғы бөлімімен шектелетін болып табылады, және де бұл жерде сұйықтық толып жатады. Бұл сұйықтықты цилиалды денемен осы нұрлы қабық екеуі жасайды, және бұл жерде ең бірінші камера антериор және де камера постериор бульби. Бұл жердегі хюмор аквосус толтырып жатады. Хюмор аквосус алдыңғы және де артқы камералар бір-бірімен осы қарашық пюпуля арқылы бір-бірімен неғылады, байланысатын болып келеді. Келесі бізде қабақтар. Мұнда қарайтын болсақ, бұл корона және де процессус, цилиари және де мынау бізде мускулис цилиарис болып табылады. Келесі көздің қабақтарына оралайық. Бізде көздің қабақтары, міне, көздің қабақтарымен көз жасап барады. Бізде негізінде екеуі қосымша аппараттар болып табылады, және де көздің бұлшық еттері. Көздің бұлшық еттерін кейін қарастырамыз. Бірінші қабақтарға қарайық. Қабақтар бізде екі қабақ болады. Үстіңгі қабақ пальпебра superior, пальпебра inferior. Осы қабақтың негізінен алдыңғы беті фасиас anterior, және де мына жерде қарасаңыздар фасиас posterior көрініп тұр. Пальпебра superior негізінен бізде мына суретте көрсетілген суперцилиум, яғни қаспен шектеледі. Қас бізде тері төмпешігі болып табылады. Ал астыңғы қабақ пальпебра inferior бізде ұртпен sulcus palpebralis арқылы шектеледі. Көзді жұмған кезде бұл көз алмасын толығымен жабады, ал ашқан кезде пальпебра inferior бізде ауырлық күшінің есебімен кішкене ғана төмен түседі, ал пальпебра superior толық ашылады бұлшық еттердің арқасында.
Сон және де бізде көздің екі шеті бар, ангулус окулилатералды бөлімі және де медиалды шеті. Және көздің осы қабақтың астында бізде гландула лакрималис деп аталатын гландула лакрималис деп аталатын, мынаны көріп отырмыз. Бұл бізде көз жас безі. Көз жас безін осы қабақты көтеретін жоғарғы қабақты көтеретін бұлшықеттің сіңірі осы гландула лакрималисті екіге бөліп кетеді. Ол бірдей емес, жоғарғысы үлкен, асты төменгісі кіші бөліктер. Оны гландула лакрималис superior, гландула лакрималис inferior деп атаймыз. Және де гландула лакрималис, бұл негізі гландула лакрималис бізде фосса гландула лакрималисте орналасқан, және бұл екеуі де көз жасын гландула лакрималис superior 3-5 неден тұрады, жас шығару жолдарынан, ал төменгісі гландула лакрималис inferior, ол 3-9-ға дейін барады. Және де бұл екеуі, үстіңгі гландула лакрималис superior, ол жоғарғы күмбез конъюнктивасына, ал төменгісі ол латералды күмбез конъюнктивасына бөледі де, көзді шайып, бізде мына жерде орналасқан көшік лакус лакрималиске түседі. Лакус лакрималис арқылы ол екі өзекше болады, және де мұнда көзге көрінетін мұнда не болады? Қара нүкте болады, оны пунктум лакримали деп аталады, және бұл жерде папилла лакрималис орналасқан. Және осы келген жас енді бізде көру өзекшелері арқылы мынау қапқа, көз жас қабына келеді. Ол қалай? Бірінші осы көріп отқанымыздай көру өзекшесі тік, және де көлденең жолдардан тұрады. Тік жол арқылы келеді, одан кейін көлденең жол арқылы түседі. Көлденең жолдың төбесінде бізде осы жерде ампула каналис лакрималис, міне. Ампула каналис лакрималис орналасқан. Бұл екеуі келіп, осы қапқа сакус лакрималиске бірге бірігіп, немесе бөлек-бөлек, осы жақтағыдай бөлек-бөлек түсуі мүмкін. Жас осы жаққа түседі. Бұл сакус лакрималис көз жас қабы деп аталады, және де оның жоғарғы күмбезінде, тұйықталған бөлігінде оны формикс сакки лакрималис деп атайды, және ол осы сакки лакрималис арқылы төмен түсіп, осы неге келеді? Назолакрималиске түседі. Бұл суретте біз осы көздегі артерия және де оның тармақтарын көре аламыз. Ең бірінші бізде бұл екі артерия, алдыңғы және де артқы торлы артериялар болып табылады, және де бұларды артерия esmeidalis anterior et posterior деп атаймыз. Келесі артқы торлы қабықтың, артқы торлы ұзын және де қысқа артериялар, олар цилиалды денеге қарай бағытталады, және де бұларды артерия ciliaris posterior және де лангиналис және де brevis деп атаймыз. Мұнда біз осы көз нервінің кіретін жерін көріп тұрмыз. Nervus opticus және осы жер арқылы бізде көз артериясы кіреді. Артерия офтальматика деп аталады. Келесі мына жердегі артерияны қарап отырсақ, бұл торлы қабақтың артериясы болып табылады, және де оны артерия ретина деп атаймыз. Осы артерия ретинаның жанында орталық торлы артерия болады, оны артерия централис ретина деп атаймыз. Келесі осы нұрлы қабықтағы артерияларға қарасақ, нұрлы қабықтың артериялары, оны біз артерия иридисі деп атаймыз, және де оның сыртқы шеңберлі тамырлы шеңбер болады. Оны біз циркулюс anterioris iridis major деп атаймыз. Келесі мұндағы екі артерия қан тамырларын көріп тұрмыз. Оның біреуі осы
шығыршық үсті, яғни артерия трахеарис, супратрахеарис, және де мынау бізде көз үсті артериясы болып табылады, артерия супраорбиталис болып табылады. Келесі бұл тармақ бізде негізінен артқы мұрын артериясы болып табылады. Оны артерия posterior nasalis деп атаймыз. Алдарыңызда бұл бізде сол көздің көз алмасы болып табылады. Көз алмасының бұлшықеттеріне келейік. Көз алмасының 4 бұлшықеті бар. Жоғарғы мускулус ректор superior, төменгі мускулус inferior, rectus inferior, латеральды мускулус rectus lateralis, және де мускулус rectus medialis. Және де үстіңгі жоғарғы қиғаш бұлшықет мускулус obliquus superior, төменгі қиғаш бұлшықет мускулус obliquus inferior болып табылады. Мускулус obliquus inferiorдан басқа, яғни төменгі қиғаш бұлшықеттен басқа барлық бұлшықеттер көз алмасының көзияның түбінен басталады, және де жоғарғы көз саңлауы деп аталатын фиссура superior орбиталистен басталады. Және де осы басталатын жерінде бізде анулус, осы жасылмен белгіленген анулус tendinous commissусты түзеді, яғни сіңір сақинасы. Және әр бұлшықет көз алмасының склераға, көз алмасының қабырғасымен жанасатын жерінде вагина бульби окулиді құрайды, немесе көз алмасы шандыры фасция бульби окули болады. Жоғарғы қиғаш бұлшықет, бізде осы бұлшықет, жоғарғы қиғаш бұлшықет, ол мускулус obliquus superior. Ол көру тесігінен шығады. Тік бұлшықет секілді алдыға қарай түзу жүреді. Superior obliquus, және де шығыршық шұңқыры фавотрахеариске келген кезде ол көзияның жоғарғы шетіндегі цилиндр тәрізді пішінді сіңірге ауысып, осындай қиғаштанады. Ал астыңғы қиғаш бұлшықет болса, ол оның басталу жері бізде жоғарғы бет сүйектен басталып, осы төменгі көздің шетіне жанасады. Бұл екі бұлшықеттің қызметі, жоғарғы қиғаш бұлшықеттің қызметі, ол бұлшықетті көз алмасының астына және де сыртқа қарай бағытталады. Ал төменгі қиғаш бұлшықет ол көзді сыртқа және де үстіне қарай айналдырады. Ал тік бұлшықеттердің қызметі, олар латеральды болса, көзді латеральды жаққа, ал медиальды бұлшықет болса, оны медиальды жаққа бұруға қатысады.